Но это уже посложнее ғой, мынау просто алдындағыдай емес қой. Спидстер, Барри Аллен немесе Флэш. Бұл кейіпкерді сіздер DC киноәлемінің қаһарманы ретінде білесіздер, ал бүгін ұсынғалы отырған жаңа білім сайенс рубрикасының алғашқы кейіпкері де дәл осы Флэш болады. Және ең бастысы сұрағымыз бүгінгі күні талқылайтын ол біздің әлемде шынайы өмірде Флэштің жылдамдығына жету мүмкін бе? Видеоны көріп жалғастырмастан бұрын міндетті түрде төменге лайк басыңыз, комментарийға өздерінің достарын белгілеңдер және сохранить кнопкасын басып, өздеріңізге сақтап алыңыздар. Айтпақшы, WhatsApp-тан, Telegram-дан немесе Instagram-да дайректке достарыңызға осы видеоны лақтыруды ұмытпаңыздар. Жасап болсақ, енді бастаймыз. Жоғарыда айтылған сұраққа жауап беру үшін біздер Флэштің жылдамдығын есептеп алуымыз керек. Ол үшін біздер комикстағы жылдамдықты алғымыз келді, бірақ ол комикста Флэштің дәл жылдамдығы белгіленбеген. Себебі 1940 алғашқы комикс жарық көргеннен бері 80 жыл өтті, сол 80 жылдың ішінде Флэштің жылдамдығы күн сайын артып келеді. Енді есепке алу үшін біздер бір первоисточник табуымыз керек. Ол үшін DC кино әлемін алғымыз келді, бірақ онда жылдамдық онда жоғары емес, ал киносериалдағы жылдамдығы біздің есепке сай келеді. Сериалдағы біз білетін жылдамдық ол, мінекей көріп тұрғаныңыздай, сағатына 16.000 км. Оны қалай есептедік? Енді сол туралы айтып өтейік. Екінші сезонның траектория сериясында бір жағалаудан екінші жағалауға мост арқылы секіріп өту үшін Флэш 3.3 мах жылдамдықты бағындырады. Қазақша тілмен айтқанда 3700 км сағатына. Осы екінші сезонның 18-ші сериясында осы тахионный жылдамдатқыштың, яғни ускорительдің арқасында ол өзінің жылдамдығын 4 есе ұлғайтады. Ұлғайтқаны соншалықты ол уақыт пен кеңістікті жарып өтіп, жердің басқа нұсқасына, яғни параллельный вселенныйға өтіп кетеді. Сол жерде айтпақшы Супергермен танысады. Ол бәріміз білетіндей Суперменнің бөлесі, әлде қарындасы, в целом кузинасы. Енді әрі жалғастырамыз. 3.3 махты 4-ке көбейтеміз, ол 13.2 мах, ал километрға есептеген кезде сағатына 16.000 км. Мінекей дәл осылай біз сериалдағы Флэштің жылдамдығын есептеп шығардық. Бұл сериалдағы Флэштің жылдамдығы. Енді жоғарыдағы сұрақты қайталаймыз. Шынайы өмірде Флэштің жылдамдығына адамның жетуі мүмкін бе? Оны талқылап бастамастан бұрын мынандай факты естеріңізге салып кетейін. Дыбыс жылдамдығынан асқан адам бар. Есімі Феликс Баумгартнер. Гуглдан, Википедиядан қарауыңызға болады. Феликс Баумгартнер 2012 жылы әлем рекордын қойды. Ол сағатына 1360 км жылдамдықпен қозғалды. Оның Флэштан айырмашылығы горизонтальны жүгірген жоқ, ол вертикальны жоғардан төменге, яғни стратосферадан жерге еркін құлаған болатын. Және сол кезде ол 1360 км сағатына жылдамдығын бағындырды. Мінекей дәл осылай адамзат тарихында дыбыс жылдамдығынан да жылдам қозғалған адам пайда болды. Әрине ол бірақ өзі қозғалған жоқ, негізі құлады. Ал енді жоғарыдағы сұраққа жауап беру үшін ғылыми дәлелдемелер керек. Оған жауап беретін бүгін менің қасымда көмектесетін жалпы Орал білім парақшасындағы қонағымыз Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Сапарғали Жандарбек. Кішкентайыңда мамаңда әлде папаң жақсы көресің ба деген кезде физиканы жақсы көрем деген бала ғой. Кешігіп жүретін қазақша Флэш дейсің ғой. Бастаймыз. Баршаңызға сәлем. Дәлелдемелерді бастамастан бұрын менде сізге бір ғана сұрақ бар. Елестетіп көріңіз. Біздің әлемде Флэш бар. Ол жарық жылдамдығынан аса алар ма еді? Бүгін біз осы сұраққа жауап беріп көреміз. Ең алдымен бәріміз білетіндей, денені белгілі бір жылдамдыққа жеткізу үшін біз энергияны жұмсаймыз. Ендеше адам жарық жылдамдығына жету үшін қанша энергия жұмсайтынымызды есептеп көрейік. Ол үшін біз бәрімізге белгілі E тең mc квадрат немесе Эйнштейн формуласын қолданамыз. Алайда біз бұл жерге бір кішкентай ғана деталь қосамыз. mc квадратты біз түбір астындағы 1 минус бета квадратқа бөлеміз.
Осы теңдеудегі барлық айнымалылар бетадан басқа сізге таныс. Ал ендеше мен сізге бетаның не екенін түсіндіріп көрейін. Қарапайым тілмен айтсақ, бета дегеніміз бұл дененің жарық жылдамдығымен салыстырғандағы жылдамдығы. Ал физикалық тілмен түсіндірсек, ол V бөлінген C-ға тең. Көбіңіз үшін бұл формула жаңалық, бірақ негізінде бұл Эйнштейн формуласының толық нұсқасы. Түбір асты 1 минус бета квадраттың неліктен көбінесе қолданылмайтынын түсіну үшін сіз аспандағы ұшақтарды елестетіп көріңіз. Ұшақтар біз үшін өте жылдам қозғалады. Алайда тіпті олардың жылдамдығы да жарық жылдамдығымен салыстырғанда өте аз. Шамамен 0,0000001. Яғни 0-ға өте жуық мән. Сол себепті оларды көбінесе қарапайым есептеулерде қолданбайды. Енді толық формулаға қайтып келейік. Осы жерден бастап мұқият тыңдаңыз. Математикамен қызығатын адамдар бұл жерде бір заңдылықты байқайды. Бетаның мәні бірге ұмтылған сайын, энергияның мәні шексіздікке ұмтылады. Біз бұл логиканы кері елестете аламыз. Яғни энергия шексіздікке ұмтылған сайын, бетаның мәні бірге ұмтылады. Осы теңдеу арқылы біз адам жарық жылдамдығына жету үшін шексіз энергия жұмсау керек екенін түсінеміз. Ал осы жерде бір ғана нюанс бар. Қазіргі кезде әлемде шексіз энергия көзі жоқ. Сол себепті флеш біздің әлемге түскен кезде ол жарық жылдамдығына жете алмайды. Ал біздің екінші дәлелдемеміз физикада негізделген. Біздің айналамызда мыңдаған түстер бар. Қоңыр, жасыл, қызыл, көк. Алайда түс дегеніміз не? Физикалық тұрғыдан түсіндірсек, түс дегеніміз бұл жарық сәулесінің объектідегі отражениясы. Яғни біздің алдымыздағы түстер жарық жылдамдығымен секундына 300 000 км жылдамдықпен пайда болады. Ал егер флеш жарық жылдамдығынан асып кетсе, онда ол тіпті жарық бөлшектерінен, фотондардан да жылдамырақ болады. Яғни фотондар флештің көз алдына түсіп үлгермейді. Яғни флеш жүгірген кезде өзінің алдында тас қараңғы әлемді көреді. Сіз түсіну үшін ол жүгірген кезде осындай түсті көреді. Ал біз бәріміз білетіндей, қараңғыда жүгіру адамның денсаулығы үшін қауіпті. Бізде әлі екі дәлелдеме бар және оны түсіндіру үшін мен кері өз ағам шақырамын. That's all. Bye-bye. Физикада үйкеліс күшінің бар екенін барлығымыз білеміз, оны тіпті түсіндіріп те керек емес шығар. Мынадай эксперимент жасап көрейік. Екі алақанымызды бір-біріне қосайық. Сосын бір-біріне үйкейміз. Неғұрлым қатты үйкеген сайын, соғұрлым алақанымыздың қызатынын байқаймыз. Ал енді елестетіп қараңыздар. 1000, 2000, 300 000 км секундына жылдамдықпен қозғалып келе жатырған флеш қандай үйкеліске ұшырайды? Ол банағы жылдамдыққа жетер, бірақ соңында ол таныс перчаткамен бет соққан сияқты күлге айналады. Төртінші дәлелдеме ол наблюдение, яғни біздің бақылауымыздан пайда болған дәлелдеме. Мына фрагментті қарайық. Видео фрагменттің соңында көргендей, флеш жүгіріп келе жатқан кезде, өте жоғары жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан кезде, бір кезде тоқтай қалады. Біздің көзімізге ол оғаш көрінеді. Неге? Өйткені біздің физикамыз үшін, біздің әлемнің заңдылығы үшін кез келген объект, жоғары жылдамдықпен келе жатқан объект, өзінің тоқтау жолына ие, яғни тормозной путь бар кез келген объектте. Тіпті мысалға жай ғана 50 км жылдамдықпен келе жатырған автокөліктің тоқтау жолы, тормозной путь, 12-де 5 метр арақашықтыққа ие. Елестетіп қараңыздар, 300 000 км жылдамдықпен, жарайды, 1000 км жылдамдықпен келе жатырған флеш тоқтаған кезде қандай тоқтау жолына ие болады? Дәл осы сәт біздің миымызға қонымсыз болып көрінгесін, біз осы дәлелдемені төртінші қылдырып, соңғы қылдырып қосамыз деп шештік. Достар, бұл Білім Сайенс рубрикасының пилоттық шығарылымы, алғашқы шығарылымы. Сол себепті бізді қолдаңыздар, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарийға
осы фантастика әлемін жақсы көретін достарыңызды белгілеңіздер, сохранениеға басыңыздар міндетті түрде, өйткені қайта қарауға болады бұл видеоны. Және телегадан, ватсаптан, дайректқа достарыңызға таратыңыздар. Егер сторизға салсаңыздар, біз сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді алда талай кейіпкерлер болады. Өйткені Marvel мен DC-да 1000-нан астам әртүрлі кейіпкерлер бар. Солардың ең қызықтыларын сіздермен бірге ғылым тілінде, білім тілінде талдайтын боламыз. Міне енді шығарылмай аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.